Еден жуушы, аула сыпырушы, электрик және сантехниктердің жалақысы көтерілу қажет. Қазақстанда педофилдер өмір бойы бас бостандығынан айырылмақ. Жедел жәрдем жүргізушісін ұрған бұзақы ашық сотта жазалансын. Астанада оқушы қызды зорлау оқиғасы тіркелді. Тіл жанашыры жындыханаға не үшін қамалды? Сәлем достар, бұл білгендері және мен Эльвира Иванова. Осы және өзге де жаңалық алды. Әзірге каналымызға тіркеліп, мына видеоға лүпіліңізді аямай баса кетсеңіз, ал біз бастаймыз. Еден жуушы, аула сыпырушы, электрик және сантехниктердің жалақысын көтеру қажет. Мәжілісмен Жұлдыз Сүлейменова депутаттық сауалында осылай деді. Ол үкімет тарапынан азаматтық қызметшілердің айлығы арттырылған кезде осындай жұмысшылардың мүддесі ескерілмей қалатынын айтты. Әсіресе денсаулық сақтау және оқу ағарту салаларында жалақы төмен. Ондағы шаруашылық қызметкерлердің айлығы 90 мың теңгеге де жетпейді. Депутат республикалық бюджетті нақтылау кезеңінде аталған жұмысшылардың базалық лауазымдық жалақысын инфляцияға және жұмыстарының күрделілігіне сәйкес ұлғайтылуын ұсынды. Мектептердегі еден жуушы қолына 82.856 теңге алады екен. Дәл сол секілді электрик 81.575 теңге, аула сыпырушы 79.317 теңге қолына алады. Бүгінгі таңда тек орта білім саласында 216 мыңнан астам осы санаттағы жұмысшыларымыз бар. Олардың 254 мыңы қолына тиетін айлық жалақысы 74 мың теңгеден 85 мың теңге аралығында. Біз өңірлерді аралаған кезде барлық бюджеттік еңбек ұжымдарын аралап көрдік. Сол кезде барлығында дерлік осы сұрақ көтерілді. Бюджет мекемелеріндегі орта және кіші буын мамандары мен қызметшілердің еңбек ақысын кемінде 2 есеге көтеру қажет деп санаймыз. Құрметті оқырман, сіздің ойыңызша аталған жұмысшылардың жалақысы қанша болған дұрыс? Осы сауалға бейжай қарамай комментарийлеріңізді мына бейненің астына жазып өтулеріңізді сұраймыз. Пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Қазақстанда тұрмыстық зорлық зомбылық үшін жаза өзгереді. Мәжіліс депутаттары әйелдер құқығы мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы заң жобасын қарауға қабылдады. Депутат Асхат Аймағамбетовтың айтуынша, мәжілісмендердің бастамасымен әйелдердің құқығы мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске өзгерістер енгізу туралы заң жобасы әзірленген. Заң жобасында негізгі нормалардың қатарында ұрып-соғуды және денсаулыққа жеңіл зиян келтіруді, қазіргі әкімшілік жауапкершіліктен қылмыстық жауапкершілікке жатқызу және де жазасын әлдеқайда қатаңдату. Сонымен қоса педофилдерді өмір бойы бас бостандығынан айыру ұсынылып отыр. Біріншіден, ұрып-соғуды және денсаулыққа жеңіл зиян келтіруді қазіргі әкімшілік жауапкершіліктен қылмыстық жауапкершілікке жатқызу және де жазасын әлдеқайда қатаңдату. Екіншіден, жәбірленушінің өтінішін күтпей-ақ зорлық-зомбылық туралы бақ немесе онлайн платформалардағы ақпарат негізінде тиісті шараларды қабылдау құқығын беру. Үшіншіден, отбасында зорлық-зомбылық жасаған адамдардың агрессивті мінез-құлқын өзгерту үшін сотқа психологиялық көмек көрсетуді міндеттеу уәкілеттігін беру. Төртінші, педофилдерді өмір бойы бас бостандығынан айыру туралы арнайы норма бар. Бесіншіден, суицидті насихаттау үшін немесе суицидке итермелеу үшін қылмыстық жауапкершілікті енгізу. Және бұған қоса балаларға арналған интернаттық ұйымдарға алдын ала оларға ескертпей-ақ кез келген уақытты оларды тексеру құқығын беру сияқты және тағы да басқа өте маңызды нормалар қарастырылған. Адам өмірін сақтау үшін арпалысатын ақ халатты жандарды арнайы қызмет көрсетуші өкіл ретінде заңмен қорғауымыз керек. Бұл уақыт күттірмейтін шешім. Бүгін мәжіліс отырысында депутат Елнұр Бейсенбаев Қарағандыда болған жедел жәрдем жүргізушісін соққыға жығу оқиғасын айтып, ақ халаттыларды қорғау мәселесін көтерді. Өкінішке қарай соңғы кезде заңды белден басып, ойына келген істейтін бетімен кеткендер көбейді. Күні кеше Қарағандыда болған оқиға соның айқын дәлелі. Айдың күннің аманында өз қызметін адал атқарып жүрген жедел жәрдем жүргізушісін қан жоса етіп соққыға жығу
барып тұрған бассыздық деп есептейміз. Құқық бұзушы Нұрболат Дәкебаевтың бұл әрекеті жай ғана қылмыс емес, бүкіл қоғамға, заң мен тәртіпке ашық қарсылық. Депутат осындай оқиғалар соңғы кезде жиі тіркеліп жүргенін айтып, алаңдаушылық танытты. Осы күнге дейін депутаттық корпус бірнеше рет медицина жүйесінің қызметкерлерін қорғау үшін арнайы статус бекітуді ұсынған. Алайда үкімет әлі күнге дейін шешім қабылдаған жоқ. Елнұр Бейсенбаев құқық қорғау органдарын қылмыс жасаған Нұрболат Дәкебаевты тез арада табуды, сотын ашық жүргізіп, қатаң жаза тағайындау және оның барысы мен қорытындысы туралы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халықты түгел хабардар етуді талап етті. Еске салайық, бұған дейін Қарағандыда ер адамның жедел жәрдем жүргізушісін соққыға жыққан видеосы әлеуметтік желіде пайда болып еді. Кейінірек шабуылдың егжей-тегжейлерін денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният хабарлады. Зардап шеккен ер адамға мидың шайқалуы және мұрын сүйегінің сынуы диагнозы қойылды. Ал Қарағандыда жедел жәрдем жүргізушісін сабап кеткен Дәкебаев әлі табылмай жатыр екен. Оны бүгін мәжіліс кулуарында ішкі істер министрі Ержан Сәденов айтты. Сондай факт болды, қылмыстық іс қозғалды. Бүгінгі күнде сол жаңағы күдікті іздеу шаралары жүрді. Жер астына кіріп кетсе де, табылатын уақыты келді ғой, нонсенс деп осыны айтты. Мәжілістің жалпы отырысының кулуарында ішкі істер министрі Ержан Сәденов Астанада 8-ші сынып оқушысын топтасып зорлау оқиғасына қатысты пікір білдірді. Ішкі істер министрі мұндай факт бар екенін растап, қылмыстық іс тергеліп жатыр деді. К сожалению, такой факт имел место. Нами сразу обработаны, задержаны, тоже несовершеннолетние. Сейчас ведется уголовное дело. 4 несовершеннолетних задержаны. Еске салайық, балалар омбудсмені Динара Зәкиева Астанада 17 қаңтарда 8-ші сынып оқушысына қатысты сексуалдық зорлық-зомбылық дерегі тіркелгенін хабарлаған еді. Ал 30-ші қаңтарда осы қылмыстық іс бойынша күдіктелген кәмелетке толмағандардың қамауға алынғаны туралы айтылды. Жуырда павлодарлық тіл жаңашыры Руза Бейсенбай тегінің жындыханаға қамалғаны туралы ақпарат тараған болатын. Арада бір күн өткенде депутаттар қоғам белсенділерінің араласуымен ол үйіне жіберілген еді. Бүгін мәжілістің кулуарында ішкі істер министрі Ержан Сәденов осы оқиғаға қатысты да пікір білдірді. Ол кісінің үстінен арыз түсті, полиция барды, сараптама жасалып, тексеріс жүргізілді. Есепке қойылды. Енді оның анық қанығын денсаулық сақтау министрлігі айтады, деді министр. Павлодар бойынша арыз түскен бір арыз Қазақстаннан. Сол тексеріс барысында жаңағы сіз айтқан кісі бойынша біз медиктерді шақырып, соны сараптама өту үшін медиктерді сол тексеріс бүгінгі күні ол кісі бойынша қойып. Диагноз бар, е? Енді оны жаңағы денсаулық министрлігі жүргізеді. Ал Қазақстанда қазақ тілін талап ету қылмыс па деп сұраған тілшіге Ержан Сәденов жоқ деп жауап берді. Елімізде қазақ тіліне жаны ашитын азаматтарымызды құптаймыз әрине. Ал мына орыс тілінің жанашырына не дейсіздер? Тине Канделаки запретили въезд в Казахстан. Она просто высказала свое мнение, никого не оскорбила, привела аргументы. И в чем она не права, что нужно было ей запрещать въезд в Казахстан? У нас разве не вытесняется русский язык на государственном уровне? Вопрос. Әлеуметтік желіде Тина Канделакиді Қазақстанға кіргізіңдер деген қазақ азаматы Қазақстанды айыптады. Оның айтуынша, Канделакидің сөздерінде ешқандай пропагандалық мотив жоқ. Ол ешкімді балағаттамай, тек өз жеке ойын білдірді, фактілерді келтіріп отырып деді біздің пысықай данышпан. Канделакидің сөзінің жаны бар деген жігітіміз біздің елімізде мемлекеттік деңгейде орыс тіліне шектеу қойылып жатқан жоқ па деп ойын жалғастырды. Мәселен, мектептерде орыс тілі сабағының сандары қысқартылды. В школах урезали часы русского языка.
Я, кстати, как-то прогулялся по местным языковым школам с тем вопросом, что у меня ребенок учится на казахском языке, и я бы хотел, чтобы он постигал и русский язык. И знаете, что мне ответили? Мне ответили: извините, у нас только английский и казахский. А давайте-ка вспомним высказывание нашей министрки культуры и информации Балаевой, которая на пленарном заседании заявила, что если мне разрешили бы, я бы на все 100% сделала все на казахском. И вот эту всю тему поддерживают на депутатском уровне. Еліміздің барлық өңірлерінде көшелердің атаулары ауыстырылуда. Совет одағынан қалған ескерткіштер алынып тасталуда. Прибалтикада дәл осындай шаралардың арқасында орыс тілін шеттетіп, зейнеткерлерді аязды күні далаға қуып шығып еді ғой, деді орыс тілі жанашыры. А давайте вспомним Прибалтику. Там тоже начиналось все с малого. А потом начали закрывать русские школы, запрещать русский язык, убирать советские памятники. А потом выгнали пенсионеров на мороз. А у нас разве потихонечку не снимают советские памятники, а? Не переименовывают улицы по всем областям. Посмотрите на Восточный Казахстан. У нас в Акмолинской области посмотрите. Вы представляете, у нас в Кокшетау переименовали улицу Куйбышева. А вы знаете, кто такой Куйбышев? Он здесь жил. Бауырым, енді осы айтқандарынды бізге қазақ тілінде жеткізсең, айып етпе, ойынды ұқпадық. Мәжіліс депутаты Дәулет Тұрлыханов өзінің депутаттық сауалында бүгінгі таңда ең өзекті міндеттердің бірі нашақорлық пен есірткі қылмысының алдын алу және қоғамда есірткіге мүлде төзбеушілік мәдениетін қалыптастыру екенін айтты. Оның айтуынша, мемлекет басшысы таяуда өткен ішкі істер министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында осы мәселеге тағы да тоқталып, есірткінің таралуына қарсы күресті күшейтуді талап етті. Депутат жақында еліміздің жас жігіттері түсірген «Меф» фильмінде еліміздегі қазіргі шынайы жағдай көрсетілгенінде тілге тиек етті. Мәселен, 2023 жылдың қорытындысы бойынша елімізде есірткіге байланысты 7000 қылмыс тіркелген. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 10%-дан артық. Ал соңғы 5 жылда тәркіленген синтетиканың саны 100 есеге өскен. Былтыр қара нарықтан тәркіленіп алынған есірткенің құны 20 миллиард теңгеден асады. Бұл қолға түскені ғана. Ал мұның сыртында айналып жатқаны қаншама? Бұл сұмдық емес пе? Таяуда еліміздің жас жігіттері түсірген «Меф» фильмінде еліміздегі қазіргі шынайы жағдай көрсетілген. Әрбір клубта, әрбір ортада есірткі таралуда. Айтпақшы, жақын арада Қазақстанда вейпті таратуға және сатуға тыйым салынуы мүмкін. Ішкі істер министрі Ержан Саденовтен заң талаптарын орындамағандар қалай анықталатыны сұралды. Жедел жұмыс бізде ол заңды негізде. Барлық тетік бар, деді министр мәжіліс кулуарында. Журналистер қазақстандықтарды көшеде тоқтатып, олардан вейпті қайдан алғаны сұралама деп нақтылады. Керек болса, табамыз деп қысқа жауап берді Сәденов. Қазақстан дамыған 30 елдің қатарына кіремін деп, сыбайлас жемқорлық дамыған 100 елдің арасына еніп кетіпті. Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексіне сәйкес еліміз 100-ден 39 балл жинап, 180 мемлекет арасында 92-ші орынға ие болды. Осылайша Қазақстан жемқор ел мәртебесін сақтап қалды. Бұл білген дұрыс жаңалықтардың кезекті саны болды. Каналымызға жазылуды, лайк басуды, пікір жазып отыруды ұмытпаймыз. Өйткені біз үшін сіздің қолдауыңыз өте маңызды.